Бүгін мемлекеттік қызметшілердің кәсіби мерекесі. Мемлекеттік қызметкердің басты міндеті халыққа адал әрі сапалы қызмет көрсету. Арал ауданына қарасты Сазды ауылдық округінің әкімі Әділхан Таңымбетов мұны жақсы түсінеді. Себебі ол 16 жылдан бері ауыл әкімі болып табан аудармай еңбек етіп келеді. Бүгінде Арал ауданында 200-ге жуық мемлекеттік қызметші болса, солардың бірі біздің бүгінгі кейіпкеріміз Әділхан Таңымбетов. Әділхан Төлегенұлы облыстағы ең тәжірибелі әрі білікті ауыл әкімі. Алғаш еңбек жолын қарапайым жұмысшы болып бастаған ол ұзақ жылдар түрлі салада қызмет жасады. Кейін жоғары оқу орнын тәмамдап мемлекеттік қызметке келді. Оның басты мақсаты елдік жолында еңбек етіп, туған жерді түлету. 2010 жылы ауыл тұрғындарының ұсыныс пікірлеріне сәйкес ауылымызға 140 орындық үлкен салтанатты үлкен мектеп салынды. 2011 жылы осы негізде балауса балабақша ашылып, қазір 40 орынды 2 топпен жұмыс істеуде. Фельдшерлік акушерлік пункт, мына клуб үйі жаңадан, мына әкімшілік ғимараты жаңадан салынды. Ауыл тұрғындарының жағдайы жылдан жылға жақсара келді. Әділхан Таңымбетов 2005 жылдан бері өзі туып өскен Сазды ауылының әкімі қызметін атқарады. Аудан орталығынан 90 шақырым қашықтықта қоныс тепкен елді мекенде өзекті мәселелер аз емес. Жол, су, интернет желісі, ұялы байланыс, әлеуметтік нысандар бәрі де халық үшін қажет дүниелер. Білікті басшының іскерлігінің арқасында бұл проблемалар қазіргі күні кезең-кезеңімен шешімін тауып келеді. Біздің ауылымыздың жолы, қалаға қатынау жолымыз қиын болды. Қасымыздан Қытай бизнес самара трассы өтіп жатқанменен біздің қалаға баруымыз қиын болды. Құмның өзін кесіп өту жаз айында бір үлкен қияметтен қиямет болса, әдекең 23 километр жерге тас жол төсеу мақсатында көп еңбек істеді. Біздің ауылдың халқы жағдайы жақсара бастады. Уже елге деген, мемлекетке деген халықтың сенімі артып, көбісі мынау кәсіпкерлікпен айналысу мақсатында әдекеңнің осы мынау халыққа істеп жатқан еңбегіне халқы елі риза. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытып, жаңа жұмыс орындарын ашу және салық түсімін молайту ауыл әкімдеріне жүктелген басты талаптардың бірі. Әділхан Төлегенұлы осы мақсатта тұрғындармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп, кәсіп ашуына мол мүмкіндік жасады. Бүгінде аядай ауылда 17 жеке кәсіпкер жұмыс істейді. Негізгі бағыт мал шаруашылығы. Халықты одан әрі халықтың жағдайын көтеру мақсатында мынау үкіметтен беріліп жатқан бағдарламалар, арзан несие алу жолында былтыр біз 36 миллион теңге 8 кәсіпкеріміз кредит алынды. Биыл да сол межеден шығамыз деп отырмыз. Елдің дамуы жолында еңбек етіп, ат үстінде жүрген Әділхан Таңымбетов ұрпақ тәрбиесінде ұмыт қалдырған емес. 4 бала тәрбиелеп өсірген ардақты әке бүгінде немере сүйіп ата танып отыр. Ал анасы Жонай Таңымбетова аймақтағы ең қарт кейуана. Оның жасы 110-да. Қос ғасырдың куәсі Жонай әжей қашанда ұлының тілеуін тілеп, батасын беріп отырады. Мал берсе баянменен берсін. Бас берсе азық несібесіменен берсін. Еккен егінің солмасын, бесіктегі баланың бақа шағыра толмасын. Алла жасаған. Ұзақ өмір берсін, өздеріңе қайтпас бақыт берсін қарым. Әкім Жотаев, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.